Шымкентте Instagram әлеуметтік желісі арқылы заңсыз лотерея ұйымдастыру фактісі анықталды. Қала тұрғыны лотереялар және лотерея қызметі туралы заңның талаптарын бұза отырып, тиісті лицензиясыз заңсыз пайда табу мақсатында екі аккаунттан тікелей эфирде лото ойнатқан анықталды. Лотерея ұтыс ретінде Toyota Land Cruiser Prado маркалы автокөлігі, Samsung, iPhone, Redmi смартфондары, зергерлік бұйымдар және тұрмыстық техника қойылды. Аталған заттар тәркіленіп, заттай дәлелдемелер деп танылды. Сонымен қатар ол лотерея билеттерін сату бойынша белсенді жарнаманы жүзеге асырғаны анықталды. Сатылған билеттерден түскен қаражат өзінің картшотына және туыстарының шоттарына түсіп отырған. 2023 жылғы 10 қыркүйектен 29 қарашаға дейін сатылған билеттерден түскен қаражаттың жалпы сомасы 96 миллион теңгеден асты. Сот үкімімен азамат кінәлі деп танылып, оған 1 жылға бас бостандығын шектеу түріндегі жаза тағайындалды. Сот үкімі бойынша алынған заттай дәлелдемелер мемлекет кірісіне тәркіленді.